Барлықтарыңызға сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен икрадан және құймақтан рулет жасайтын боламыз. Ал жасауды бастайық. Бізге ең алдымен 3 жұмыртқа қажет болады. 3 жұмыртқаны жақсылап араластырамыз. Оның үстіне жарты қасық тұз және де 3 ас қасық қант қосамыз. Барлығын жақсылап біркелкі етіп араластырып шығамыз. Енді осының үстіне 1 стакан сүт қосамыз. Барлығын жақсылап араластырып, жаңағы стаканмен 1,5 стакан ұн қосамыз. Стаканмен өлшегенде менде 500 грамм ұн қосылған болатын. Барлығын біркелкі етіп араластырып шығамыз, іртіктері кету қажет. Енді осының үстіне тағы да 1 стакан сүт қосамыз. Барлығын жақсылап біркелкі етіп араластырып шығамыз. Осының үстіне 1 стакан кипяток, яғни қайнаған суды қосамыз. Сүт, ұн және де жылы су 1 стаканмен өлшенеді. Барлығын жақсылап араластырып, енді үстіне 3 ас қасық сұйық май, яғни күнбағыс майын қосамыз. Барлығын жақсылап араластырып шығамыз. Енді құймақтарымызды пісіруге кірісеміз. Қызып тұрған сковородкаға кішкене май жағып, оның үстіне 1 ожаудан құятын боламыз. Сөйтіп блинчиктерімізді 2 беті қызарғанша аударып пісіреміз. Енді әр құймақты аламыз. Сіздерге қай беті әдемі көрінеді, соны сыртқы жағына қойып, ал ішкі жағына сливочный сыр жағып шығамыз. Енді осының үстіне икра қосамыз. Менде қара икра. Сіздерде қызыл болса, соны да қоссаңыздар болады. Немесе 2 икраны біріктіріп, араластырып қоссаңыздар да болады. Әдемі көрінеді. Барлық жеріне икраны қосқаннан кейін енді рулет етіп орап шығамыз. Орағаннан кейін видеода көрсетілгендей қиғаштап кесеміз.
Ендігі кезекте тағы да бір құймағымызды алып, оның ішіне сливочный сырды жағып шығамыз. Сливочный сырды жаққаннан кейін рулет қылып ораймыз. Оның екі шетін кесіп тастаймыз. Түзу болып тұру қажет. Оны видеода көрсетілгендей бөліктерге бөлеміз. Енді тарелкамызға қоямыз. Рулет етіп туралған бөліктердің үстіне икраны әдемілеп қойып шығамыз. Және де дастарханда әдемі көріну үшін қызанақтың қабығынан гүл жасасаңыздар да болады. Менің каналымдағы рецепттер сіздерге ұнаса, лайк басып, комментарий жазып және де тіркелуді ұмытпаңыздар.